жылы желтоқсан оқиғасында студент болған. Қазіргі таңда Долайты орта мектебінде математика пәні мұғалім болып жұмыс істейтін Даутова Махирам Телебалды қызымен сұхбат аламын. Сіз 1986 жылы желтоқсан оқиғасында қай жерде едіңіз? Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күні тарихи тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Тарихқа көз жүгерсем, мен 1986 жылы Қазақ ұлттық педагогикалық институтының физика-математика факультетінің 3-ші курс студенті болғанмын. Сол кезде, яғни 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында алаңға шыққан жастардың ерік-жігері барша қазақстандардың арман мұратының салтанат құруының куәгері болғанмын. Студенттер 17 желтоқсан күні Брежнев алаңына саяси тәуелсіздікті талап еткен ұрандармен жиналды. Көтерілісшілер саны өте көп болды. Бірақ көтерілісшілердің қойған талап тілектері аяқ асты етіліп, алаңға құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен арнайы әскери күштер тобы жеткізілді. 18-19 күндері арнайы топтар құрылып, қала көшелеріне қойылды. Алматы түрмесіне қаншама студенттер қамалды. Суық аязда студенттерді қала сыртына апарып тастады. Желтоқсан құрбандары Қайрат, Ләззат, Есбол секілді қыздарымызға басым иіп рахметімді айтқым келеді. Осы қыздардың арқасында, осы балалардың, студент балалардың арқасында біз бүгінгі күнде егеменді ел болып 30 жылдық мерейтойымызды тойлап отырмыз. Рахмет. Енді екінші сұрағым, Қазақстан 30 жылдың ішінде қаншалықты өзгерді? Қазақстан 30 жыл ішінде өз іргетасын қалау кезеңі деп айтқан болар едім. Осы уақытта елбасының басшылығымен мемлекетіміздің нышандары белгіленді, билік жүйесі қалыптасты, ұлттық валютамыз айналымға енді, қарулы күштеріміз құрылды, ата заңымыз қабылданды, шет елдермен дипломатиялық қатынас орнатылды. Еліміз беделді халықаралық ұйымдарға мүше болды. Басты байлық азаматтардың мүддесі мен қажеттілігі жаңа әлемдегі, жаңа Қазақстанның бүгінгі құдіреті күші ел бірлігінде, ұлттар татулығында. Қазақстан үшін 21 ғасыр тарихының парағы парасат пен пайымға толы. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сұхбатыңызға көп рахмет, жұмысыңызға сәттілік, деніңізге саулық тілейміз, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Ұстазым бар сенің қасиетін, білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейне. Ұстазым ақылшы дос, той арманым арналсын саған осы аяуланым. Күтеді біздерді үміт алдан, ұстазым мен сені ұмыта алман. Үйретем деп өмірдің парасатын, ағарды ғой біз үшін қара шашын.